деп ішейін деп шештім. Себебі мен алдында қатты грипп болдым. Содан грипптен қақырық менен тоқтамады. Протокол 1-де іштім полный. Сол протокол 1-ден қақырық та тоқтады. Жаңағы бауырымның ауырғаны да тоқтады. Мен себебі оң жақтан жата алмайтын едім. Соны ішкелі нәтиже алдым. Бұны енді мен мысалы үшін барлық адамдарға айтар едім. Бүткіл ауруыңды жаңағы ана Максты да іштім ғой мен. Жаңағы бүйрегі де бар. Бүйрек бауырдыке. Осының бәрін іштім. Нәтижесі бар екен. Мен рахмет айтам қыздарға. Халыққа керемет. Себебі мен әзір бір айдан асты ішкеніме. Өзіңізде қандай изменение? Маған несі көзімнің катарактысы сәл тартылғандай болды. Одан кейін бауырым ауырғаны жақсы болды. Бауырым кәдімгідей жата алмайтын жатып жатырмын. Оның үстіне менде черепное давление бар еді. Алғаш кезде бір күн ауыртып, одан кейін қайтадан жайына келді. Әзір бір айдан бері бас аурудан тоқтадым. Кереметі күшті. Халыққа осыны алып ішіңіздер, нәтижесі бар екен деп айта аламын. Себебі мен бұл дәріден нәтиже көрдім. Кереметі күшті. Себебі барлық адамның ауруы тамақтан басталады екен. Себебі йод жетіспеушіліктен. Мен бұл жерде йодты да іштім. Жаңағы бір неде 8 предмет бар екен. Осы 8 предметтің бәрін ішіп, нәтижесін алдым. Нәтижесі көп, рахмет айтам. Алыңыздар, ішіп көріңіздер. Ешқандай өкінбейсіздер. Тамаша. Керемет.